Келес ауданында жасөспірімдер арасында футболдан ашық біріншілік өтті. Аумақ тумасы ардагер спортшы Раушанбек Зупаровтың құрметіне арнап ұйымдастырылған шараға 8 команда қатысып өзара бақ сынасты. Нақтырақ алдағы бейнесюжетте. 2007-2008 жылы туылған жасөспірімдер арасында өткелі жатқан теңбіл доп додасының ашылу салтанатына ардагер спортшы Раушанбек Зупаров, ауданның ішкі саясат бөлімінің басшысы Дәурен Илесов және спорт саласының майталмандары қатысты. Шара басында сөз алған Дәурен Илесов Раушанбек Зупаровты құттықтап спортшыларға жеңіс тіледі. Еліңіз сау болсын. Бұдан алдын сіздерде ересектер арасында сіздің ақтыңыздан турнир өтеді. Енді жасөспірімдер арасында бірінші турниріңіз. Бұл жалғасын табуына сенімдіміз. Өзіңізде деніңіз сау, отбасыңыз аман болсын. Жарыста барлық спортшыларға жеңіс тілейміз. Қазақстанның футбол спорты қарыштап даму үстінде. Бұған соңғы уақыттарда құрама команданың шет мемлекеттердегі жеңісі дәлел. Сондықтан да жас спортшыларды ұдайы қолдап, қуаттауымыз қажет деген Раушанбек Зупаров өз ойын жеткізді. Шара жақсы ұйымдастырған спорт бөлімі бастығына, спорт мектебінің директоры алғысым айтамын. Жарыс ұйымдастырып қараңдар, алаң қандай әдемі. Бұнда алаңда Қазақстан премьер-лига командалары көп, онда алаң көрмейсіз. Алаң зор, ұйымдастыру жақсы. Жас балалардың қазіргі футбол ойынына қандай баға бере аласыз? Қазір балдар жақсы, Құдайға шүкір, балдар. Осы балдардың артынан бір мақтанышым, қуанышым мен Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігін алдым осы 2007 жылы осы балдар артынан кішкентай жас балдар. Тренерлер сатты, жақсы істесе, бар инсаппен таза істесе, балдар нәтиже береді, Құдай қаласа. Осы ауылдарда біз Сарыағашқа келесін жақсы дарынды спортшылар шығар деген ойдамын. Қалаға бағана айтып жатыр, Месси туған айттым еді. Месси, Роналду керек, біз өзіміз қазақтың шыққан Асқар, Марат, Рүстем, Ұлықбек деген балдар шығар берсін. Облыстық сайыстың өтуіне мұрындық болған өңірдегі номер 1 балалар жасөспірімдер спорт мектебі жастар арасында салауатты өмірді насихаттау мен қалыптастыру жолында аталған шараның маңызы зор дейді мектеп директоры. Құрметті спортшылар қауым, ол Келес ауданы тумасы футболдан ардагер спортшы Зупаров Раушанбек Мәуленұлының жүлдесі өтіп жатыр. 2007-2008 жылғы жасөспірімдер арасында бұл шара жасөспірімдерді салауатты өмір салтын насихаттап, жаңағы спортты жақсы жағынан жоғары деңгейде көрсету. Бұл шараға облыстың 8 командасы қатысып отыр. Бұл Раушанбек Зупаров ағайымыз бұл Келес ауданында 25 жылдан асық қызмет атқарып, жүздеген оқушыны тәрбиелеген. Келешекте бұл жарысты үлкен республикалық деңгейге дейін көтереміз деген жоспарымыз бар. Ашық біріншілікке қатысқан 8 командада өзара күш сынасты. Қорытындыға сәйкес мықтылар марапаттарға қол жеткізді. Мейірхан Бақытжанұлы, Асан Қазақбаев, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.